алдыңғы бөлімде енгізу-шығаруды басқарудың айырмашылықтарын қарастырсақ, енді жобалауды қарастырайық. Енгізу-шығару құралдарын жобалау кезінде әзірлеушілер екі мақсатты басшылыққа алады: жоғары тиімділік пен әмбебаптыққа қол жеткізу. Тиімділік өте маңызды, себебі енгізу-шығару операциялары көбінесе компьютерлік жүйеде кідірістердің пайда болуына ықпал етеді. Бұл мәселені шешудің бір әдісі көп функциялы режим. Процессордың жоғары жүктемесін сақтау үшін жадқа дайын процестерді жүктейтін своп қолданылады. Бірақ ол енгізу-шығару операциясынан басқа ештеңе емес. Осылайша, операциялық жүйені құру кезіндегі басты назар енгізу-шығару операцияларының тиімді схемасын іздеуге бағытталған. Тағы бір маңызды мақсат ол жан-жақтылық. Енгізу-шығару құрылғыларымен жұмыс істеуді жеңілдету және қателердің болу мүмкіндігін азайту үшін әртүрлі құрылғыларды бірдей басқару мүмкіндігін алған жөн. Бұл пайдаланушы процестерімен де, операциялық жүйемен де енгізу-шығару құрылғыларын басқаруға қатысты. Енгізу-шығару функциясын жобалауға арналған модульдік тәсіл енгізу-шығару құрылғысының төменгі деңгейлі мәліметтерінің көпшілігін жасырады. Осылайша, пайдаланушы процестері мен жоғары деңгейдегі операциялық жүйе операциялары құрылғыға оқу және жазу сияқты жалпы функциялар тұрғысынан ғана қол жеткізе алады. Ашу және жабу, құлыптау және құлыпты ашу. Процессорға деректер блогын оқу немесе жазу қажет болғанда, ол келесі ақпаратты жібере отырып, DMA модуліне сұраныс жасайды. Операциялардың қайсысын оқу немесе жазу сұралады. Осыған байланысты оқуды немесе жазуды басқару сызығы процессор мен DMA модулі арасында пайдаланылады. Екінші сұраныс ол деректерге қосылған пайдаланудағы енгізу-шығару құрылғысының мекен-жайы. DMA модулінің мекен-жай регистрінде сақталған оқылатын жад аймағының бастапқы мекен-жайы. Қанша сөзді оқу немесе жазу керек сұранысы. Бұл мән DMA модулінің деректер есептегіш регистрінде сақталады. Осыдан кейін процессор енгізу-шығару операциясын басқаруды DMA модуліне бере отырып, басқа тапсырмамен жұмысын жалғастырады. Өз кезегінде DMA модулі процессорды айналып өтіп, деректердің барлық блогын тікелей жадқа тасымалдайды, немесе одан деректерді оқиды. Деректерді тасымалдау аяқталғаннан кейін, модуль процессорға үзу сигналын жібереді. Осылайша, процессор бұл процеске деректерді берудің басында және соңында ғана қосылады. DMA конфигурациясын әртүрлі жолдармен жасауға болады. Олардың кейбіреуі суретте көрсетілген. Яғни бұл жерде жеке шина немесе жеке модуль арқылы, яғни процессор, модуль және енгізу-шығару құрылғысы және жады. Немесе DMA енгізу-шығару біріктірілген бір шинада орналасқан. Енгізу-шығару функцияларының логикалық құрылымы. Операциялық жүйе функцияларын олардың күрделілігіне, сипаттамалық уақыт шкаласына және абстракция деңгейіне қарай бөлу керек. Енгізу-шығару ұйымның мәліметтері құрылғы түріне және оның қолданбасына байланысты. Келесі слайдта ең маңызды үш логикалық құрылым көрсетілген. Құрылғы байт немесе жазбалар ағыны арқылы байланысқан қарапайым жағдайды қарастырайық. Бұл жағдайда деңгейлер келесідей болады.
Логикалық енгізу-шығару. Логикалық енгізу-шығару модулі құрылғыны логикалық ресурс сияқты қарастырады және құрылғыны нақты басқару мәліметтеріне мән бермейді. Енгізу-шығару құрылғысы. Сұралған операциялар мен деректер енгізу-шығару нұсқауларының, арналарды басқару командаларының және контроллер командаларының сәйкес реттіліктеріне түрлендіріледі. Жоспарлау және бақылау. Бұл деңгейде енгізу-шығару операцияларын нақты кезекке қою және жоспарлау, сонымен қатар операциялардың орындалуын бақылау орын алады. Осылайша, бұл деңгейде үзілістер мен жұмыс құрылғының күйі туралы ақпаратты қабылдау және беру жүзеге асырылады. Бұл енгізу-шығару контроллерімен, демек құрылғының аппараттық құралдармен тікелей әрекеттесетін бағдарламалық жасақтама деңгейі. Алдарыңызда енгізу-шығару ұйымының моделі көрсетілген. Бірінші, жергілікті перифериялық құрылғы, байланыс порты және файлдық жүйе. Жергілікті перифериялық құрылғы ол аппараттық құрал, жоспарлау және басқару, бұдан соң енгізу-шығару құрылғысы, логикалық енгізу-шығару және пайдаланушы процестері. Байланыс порты бойынша аппараттық құрал, жоспарлау және басқару, енгізу-шығару құрылғысы, байланыс архитектурасы және пайдаланушы процестері. Одан кейін файлдық жүйе. Ол аппараттық құрал, жоспарлау және басқару, енгізу-шығару құрылғысы, физикалық ұйым, файлдық жүйе, каталогтарды басқару және пайдаланушы процестері. Келесі бөлімде енгізу-шығаруды буферлеуді қарастырамыз.